Алматы телеарнасының ұжымы Алатаудың бөктеріндегі Шымбұлақ шыңын бағындырды. 3450 метр биіктіктегі кекілін қар басқан мұнаршынға телеарна туын тігіп, тарихи сәтпен бөлісті. 30 шақты қызметкер қауіпті қыраттар мен 1,5 сағат бойы биіктікке көтеріліп отырған. Толығырақ Әлбек Шынтемір сондағы эмоциямен бөліседі. Расымен Алматының аспаны Алматы телеарнасының ұжымы үшін ауа райда қарасып тұрғандай, бүгін Шымбұлақ шыңын бағындыруға дәл қазір аттанамыз. Ұжым дайын, бізбен бірге болыңыздар. Алматының айнасына айналған Алатау таулары көз ұшында тұрғанымен телеарна ұжым үшін алынбас қамал жоқтай көрінді. Медеу мұз айдыны маңынан бастау алған бағыт мына бір керемет көріністермен есте қалды. Ал шың басына қызу дайындықпен қадам басқан арна қызметкерлеріне шетелден келген туристер де таңдана қарады. Тіпті құттықтап, тілегін де төге жөнелді. Алматының табиғатына тәнтімін. Қала өте таза, адамдары қонақжай, демалысымыздан ерекше әсер алып жатырмыз. Алматы телеарнасы 25 жылдық құтты болсын. Сіздер жауапкершілігі мол, үлкен жұмыс жасап жатыр екенсіздер. Сәттілік, сіздерге менен лайк. Алматыда аптап ыстық болса, әппақ қардың мұнара басына шықтық. Дәл қазір теңіз деңгейінен 3200 метр биіктіктеміз, бірақ біз бағындырар белес мұнымен бітпейді, біз ары қарай жылжимыз. Қытайдан келдім, Алматыға алғаш рет келіп ғашық болып отырмыз. Осындай биіктікте тұрып тауларды тамашалағанның әсері мүлдем бөлек екен. Міндетті түрде екінші рет келуге тұрарлық жер. Тарихы терең телеарнаның дәл осы Шымбұлақ шыңын таңдауы да тегін емес. Бұл Құзар шың 1954 жылдан бастап тау шаңғысы спортшыларының дәрежелі орнына айналып жаттығатын жер болған екен. Кейін дәл осы таудан сынақтан өткен спортшылар жеңіспен оралған кездері де аз емес екен. Расында Алматыда тұрып аққар басқан тауларды жиі көріп жүрсек те, жолымыз үнемі түсе бермейтіні жасырын емес. Алайда осы бір ерекше сапар ақпарат аламанында алдына жан салмаған әріптестер үшін мынандай қызық сәттермен есте қалды. Жүріңіздер, отыруға болмайды, жүріңіздер. Эту гору мне муж купил. Танцуем. Әсер өте тамаша болды. Өйткені біз енді Шымбұлақ өзіміз кезінде тілші ретінде келіп те тұрдық, бірақ бүгін әріптестермен бірге келген кезде өте басқаша бір әсер болды. Оған қоса енді біз осы жаңағы Талғар перевалына дейін көтеріліп, ары қарай жаңағы Шымбұлақ шыңына дейін жаяу жүрдік. Ол 1,5 сағаттай уақыт алды. Биыл Алматы телеарнасы өзінің мерейтойын тойлауда. Ерекше сапарға сақадай сайланған Альпинистер Федерациясының мамандары мұрындық болды. Арнайы дайындықтан өткен нұсқаушылар жан-жаққа бөлініп, әрбір қызметкерді бақылап жүрді. Сондықтан арна қызметкерлерінің алғысы да ұшан теңіз. Міне Алматы телеарнасы Алатаудың баурайындағы ақ бұлттан әр асып, таулармен таласып, Шымбұлақ шыңына белгіленген межеге жалауды желбіретті. Қымбатты көрермен, Алматы телеарнасына 25 жыл мереке құтты болсын! Мәреге мезгілінде жеткен ұжымдастар сүйікті арнамыздың арнайы мерейтойына осындай ерекше тосынсый тарту етті. Ал Алматы телеарнасы бағындыратын шың мұнымен бітпес анық. Әлбек Шынтемір, Ернат Болатбек жақсылық тілеп берген Алматы телеарнасы.